Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге бір жасаған сәтті шығатын өте дәмді құймақтың рецебін ұсынамын. Ол үшін осылай 2 дана жұмыртқаға 5 шай қасық шекер салып, жақсылап араластырып аламыз. Немесе сіздер тәтті болғанын қаласаңыздар, 5 ас қасық салсаңыздар да болады. Осылай жақсылап көпіртіп аламыз. Содан соң үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Осылай араластырып болған соң үстіне 2 бокал сүт, салқын сүт құямыз. Содан соң 1 бокал ыстық су құямыз. Бір шай қасық тұз салып, үстіне 2 бокал ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Миксердің көмегімен істеген дұрыс, әрине. Арасында түйіршіктер қалмау керек. Жақсылап миксерлеп аламыз. Осымен тестамыз дайын. Осындай болып шықты. Сұйықтығы осылай болады. Содан соң тапамызды қыздырып, отқа қойып, үстіне құйып пісіріп алатын боламыз. Міне осылай әдем болып пісіп жатыр. Осылай екінші бетін аударып пісіреміз. Міне екіншісінде құйдым. Міне осылай әдем болып пісіп жатыр. Міне барлығын пісіріп алдым. Содан соң салмасын дайындаймыз. Салмасына творог пен сахарный пудра, аздап қаймақ қостым. Сіздер қалауларыңызша варенье, шоколад немесе вареный сгущенка салсаңыздар да болады. Міне осылай барлығын салып, жинап шығамыз. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Осымен құймақтарымыз дайын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.